Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогынан үзінді. Білмесең, мына кітаптың мына жерін оқы қазір. Бауыржан бетін ашып, қолыма ұстатқан кітаптың сыртына қарасам, Талғат Бигелдиновтың «Аспандағы айқастар» деген кітап екен. Бұл кітапты бұрын оқығанмын деп айтуға батылым бармады да, Баукеңнің көрсеткен жерінен бастап күбірлей оқи бастадым. «Даусыңды шығарып оқы», деді ол қатал үнмен. Мен кітаптың 108 бетінің басынан бастап дауыстап оқуға кірістім. Майдан шеті. Берлинге 160 километр қалған. Біздің полк шағын бір қаланың қасына орналасқанды. Гитлершілердің бекінісін бұзуға жер бетіндегі әскерлерімізге көмектесіп, біз шабуылға күн сайын ұшып тұрдық. Бірде таңертең полкке генерал Рязанов келе қалды. Кешікпей оған мені шақырды. Кіріп келіп баяндадым. Корпус командирі менімен амандасқан соң отыр деді. «Планшетіңізді көрсетіңізші», деді генерал. Планшетімді ашып картаны көрсеттім. Рязанов қарап отырды да, картаңыз жетпейді екен деді. Неге жетпейді? Майдан шетінен әрі 50 километрге әбден жетеді. Жетпей жүрер. Генерал маған барлай қарады да, полк штабының бастығы подполковник Ивановқа: «Капитан Бигелдиновтың планшетін алыңыз да, тағы да бір парақ жапсырыңызшы» деді. Штаб бастығы бұл бұйрықты орындап болғанға дейін корпус командирі самолеттің жайын өз көңіл күйімді сұрастырды. Мұның не қажеті бар екен деп түсіне алмай отырмын. Сол екі арада планшетім қолыма тиді де, онда енді Берлиннің картасы пайда болғанын көрдім. Луккенвальде жағынан Берлинге барасыз, деді генерал, әр сөзін сараптап салмақтай сөйлеп. Қаланың батысында көпір бар, соны тексеріңіз. Одан әрі Потсдам, онда не болып жатқанын көргейсіз. Сонсоң үйге қайтыңыз. Ұшудың биіктігі 50-80 метрден аспасын. Міндет түсінікті ме? Міндет түсінікті еді. Мен ойға қалдырып отырған ұшудың өлшеулі биіктігі ғана. Барлауға сан рет шығып жүріп, биіктік туралы ешқашан сөз болған еместі. Әдетте жағдайға қарай өзім қалаған биіктікте ұша беретінмін. Енді болса, сізді биіктік жөніндегі нұсқау ғой ойландырып отырған, деді менің көкейімді тани қойған генерал. Таңырқамай-ақ қойыңыз. Бұл жолғы сапарыңыз өте қиын болғалы тұрғандықтан, ұшуыңызға ең қауіпсіз осы биіктік. Иә, бұл бір қиын сапар екені рас көрінеді. Жау ордасына жалғыз өзім 160 километр ұшып баруым керек, және мұның өзі тапатал түсте. Берлинді зенитті артиллерия қызғыштай қорғап тұрғанын өзім жақсы білемін. Әрі түнде, әрі өте жоғары биіктікте ұшқан бомбардировщиктердің де аман қайтқандары кем-дегем. Рұқсат етсеңіз, бір өтінішім бар еді, дедім картаны жиып алған соң генералға қарап. Айтыңыз өтінішіңізді. Атқышсыз ұшуыма рұқсат етсеңіз. Неге? Ұшу сапары өте қауіпті. Мен деп бөгеліп қалдым. Жолдасымның өміріне қатер төнбес екен дегендіктен айтып тұрмын. Мұндай көңілсіз ойлардың керегі не? Рязанов қасыма келіп, қолын иығыма артты. Бәрі ойдағыдай аяқталады. Командование барлаудың нәтижесін күтеді. Атқыш жөніне келсек, оны өз қалауыңыз білсін. Ал жолыңыз болсын, капитан. Илюшин міне әуеге көтеріліп те кетті. Төменде не көргенімді команда пунктіне түгел үздіксіз баяндап келемін. Луккенвальде артымда қалды. Берлинге дейін енді 20 километрден аспайды. Ойда жоқта табалдымнан аэродром, онда самсап тұрған истребительдер көрдім. Мәссаған! Дереу қырын бұрылдым да, газды аямай беріп, қауіпті өңірден қаша жөнелдім. Ағашы селдір орманның арасымен бірде жерге тие жаздап, төмен біресе жоғары ұшып келемін. Аэродромнан аулақ кетейін деген жалғыз ғана ой бар басымда. Неміс истребительдерінің әуеге екеуі ғана көтерілсе болды, мені оп-оңай жоқ қылады. Сәті түсіп әйтеуір аэродромдағылардың көздеріне шалынбай кеттім. Команда пунктіне едәуір мезет жауап бере алмадым да, ондағылардың мазасы кете бастапты. 13-ші, неге үндемейсіз? 13-ші, неге үндемейсіз? деген үрейлі дауыс естіледі шлефамоннан.
Аэродромнан ұзап алған соң, байланысымды қайтадан бастап, истребитель жайында 2 сөзбен хабарладым. Сөйтсем, 1,5 сағаттан кейін біздің полктен 2 эскадрилья келіп атака жасап, аэродром құртылыпты. Самолеттер сол тұрған орнында өртеліпті. Берлиннің шет аймақтары көрінді. Бірнеше минут өткен соң, орталық көшелер үстімен ұшып келемін. Төменде қаптаған адамдар, машиналар, скверлерде алаңдар мен сау тұрған үйлерде орнатулы жүздеген зениткалар. Генералдың биіктік туралы айтқаны дұрыс екен. 500-600 метрге көтерілейінші, зенитчиктердің қағып тастайтыны даусыз. Мына қалпымда Илюшин зу етіп үстерінен өте шыққанша, олардың мойнындарын бұрып та үлгіре алмайтындары анық. Міне, көпірге де келдім. Оның үстінен 4 қатар шұбап танктер, бронетранспортерлер, жаяу әскер тиеген автомашиналар өтіп барады. Мұны команда пунктіне хабарладым да, атака жасауға рұқсат алдым. Атака жасаушы болма, қой оны деген қатаң дауыс естілді. Шынында да, атака жасасам, өзімнің мерт болуым мүмкін еді. Жаяу әскерлер сасқалақтамай қимылдады дегенше, самолетті мылтықтың өзімен-ақ атып түсіре алады. Өзің осындай барлауда жүргенде, ондай тәуекелге бару орынсыз болар еді. Бұрылып алдым да, Потсдамға тарттым. Менің келу сапарым немістерге ойыншық көрінбеген болу керек. Потсдам шетіне жете бергенде, алдымнан құлшына атқылаған зениткалардың кәріне тап болдым. Жалт бұрылып екінші жағынан енуіме тура келді. Зениткалар мұнда да гүрсілдете қоя берді. Сонда мен үйге құралақан қайтпақпын ба? Жоқ, мен мұнда тектен-текке ұшып келгенім жоқ. Сәл жоғары көтерілдім де, артиллерия шебіне шүйіле құлдырап келген бойда бомбалар тастап, зеңбірек пен пулеметтен оқ жаудырдым. Батареяның үні өшті. Сол саңылаудан өте ұшып, Потсдам үстін бір айналып, артиллерия шептерін фотосуретке түсірдім де, зениткаларға қайтадан атака жасап, арыздасып қоштасып жатқан Гитлер Германиясы астанасының төңірегінен сытылып шыға бердім. Енді үйге қайтуыма болады. Берлинге қарап ұшқандағы ізіммен оралып келемін. Тек аэродромда алыстан орағытып өттім. Оны біздің жігіттердің тып-типыл еткенінен хабарым жоқ қой менің. Майдан шетінен өттім. Енді көкіректі кере дем алуға да болады. Орындығымның арқалығына шалқая кетіп, 1 секундтай көзімді жұмдым. Сонсоң сағатқа қарадым да, өз-өзіме өзім сенбедім. Өз көзіме өзім сенбедім. Барлау сапары көп болса, 20-25 минутқа ғана созылған секілдеді. Әуеде мен ұшып жүргелі бақандай 2 сағат болыпты. Аэродромға келіп, жерге қонуым сол екен. Достарымның 10 шақтысы жапырласа жүгіріп келіп, мені кабинадан суырып алды. Ұшқыштар, механиктер, атқыштар мені аспанға лақтырып жүр. Әлдене күйге ұшырайды деп достарымның зәре құты қалмаған екен. Команда пунктіне қарай келемін. Генерал Рязанов сонда болатын. Мен ұшып жүрген уақыттың бәрінде де ол радистің қасында отырыпты. Баяндадым. Генерал құшақтап бетімнен сүйді. Саған алғыс айтамын, Бигелдинов, деді. Менімен тұңғыш рет сен деп сөйлесіп. Командование атынан алғыс айтамын. Одақтастар авиациясынан күндіз Берлин үстіне алғаш ұшып барған сенің самолетің екеніне мақтануыңа болады. Бауыржан. Жоқ, мұны жалғыз Бигелдинов қана емес, мына біздің болашақ барлық ұрпақтарымыз мақтаныш етеді. Бигелдинов Ұлы Отан соғысында қазақ халқы ерлігінің ең жоғарғы нүктесі. Еріне қарап елін, тасына қарап тауын таны деген. Біздің еліміздің ерлігін ерекше танытқан халқымыздың ардагер ұлы ол. Совет одағында ұлдары 2 рет ер атағын алған ұлт көп емес. Біз сол аздың біріміз. Сенбесең, жан жағыңдағы көршілес республикаларға көз салып саусағыңмен санап көр. Ендеше ол біздің ұлттық мақтанышымыз. Әскери әуе академиясын қазақтан тұңғыш бітірген сұңқарымыз да сол. Мен саған 207 рет ұрысқа кірдім дедім. Бірақ мен неше рет ұрысқа кірсем де табанымды тіреп жерде жүрмін ғой. Жердің адамға әр бұтасы болсады. Жер қассаң қорғаның болып және шыға келеді.
Ал Талғат 320 рет әуе жорығына шығып, 500 сағаттай аспанда болған. Сол сапарлар кезінде жаудың орасан көп танк, автомашиналарын бомбалап құртып, жүздеген жаяу әскерінің күлін көкке ұшырған. Жау самолетін жәукемдеу штурмовиктердің шаруасы емес, истребительдердің сыбағасы. Ал Талғат штурмовикпен жүріп жаудың 7 самолетін және жер жастандырды. Ал аспанда болған сол 500 сағаттың әр секунды компастың тіліндей қалтылдап, өлім мен өмір сызығының екі шетін кезек жанап, безек қақты емес пе? Сонымен бірге ол 2 рет оқ тиіп өртенген самолеттен жерге қарғыды. Бірінде 15 күн бойы жау жайлаған жерде аш жүріп, ағаш кеміріп, аяқтан әл кеткенде 4 тағандап ілгері ұмтылып, ерлікпен өз полкіне қосылды. Қоршауда қалған батальон мен жалғыз кісінің арасы жермен көктей. Көптің аты көп, біріне бірі сүйеу, демеу, күш-қуат қой. Жалғыз адамның жағдайы басқаша. Олай болса, нағыз ер деп, ердің де ері деп сол Талғаттарды айтуымыз керек. Кеше соғыстан бұрын, егер соғыс болса, егер жау қаптаса деп ән айтушы едік қой. Сол сияқты жаман айтпай жақсы жоқ дегендей, ертең отанға қауіп төнсе, лек-легімен жауға аттанған қазақтардың ерлік туына есімі ұран болып жазылатын ерлердің бірі Бигелдинов. Ендеше, ондай ерді құрметтей білуіміз керек. Бүгінгі батырды қадірлеу, ертеңгі ұрпақтың ұранын ардақтау. Понятно тебе деп, Бауыржан зірк етіп сөзін аяқтады.